Облыс жастарының арасында жыл үздіктері анықталды. Сан салада жетістіктерге жетіп, еркін елдің кемел келешегі жолында еңбектермен танылған жастар өкілдері 12 аталым бойынша марапатталды. Ел тәуелсіздігінің 27 жылдығына орай ұйымдастырылған бұл дәстүрлі салтанатқа облыс әкімі Алтай Көлгінов қатысып, мерейлі мерекемен құттықтады. Жайық өңірінде де шығармашыл, бастамшыл, жаңашыл жастар көп. Олардың бірі еңбек етсе, бірі спорттық сайыстарда топ жарып, енді бірі ғылымға ден қойған. Өнерімен өрге жүзгендерде, қоғамдық өмірде белсенділігімен танылғандар да аз емес. Өңір жастары жастық жалымен, жақсы істерімен ел дамуына өз үлестерін қосып жүр. Облыс әкімі Алтай Көлгінов өз сөзінде тәуелсіз еліміздің одан әрі өркендеуі жастардың қолында екендігін айта келіп, ұлық мерекемен құттықтады. Жыл үздігі байқауы осымен 10-ші рет өткізіліп дәстүрге енгізілген игі шара. Тәуелсіздігіміздің 27 жылдығымен тұспа-тұс келген байқаудың өзіндік ерекшелігі де бар. Үздіктерді анықтау жастар арасында тың серпін беріп, алға ұмтылуға септігін тигізері анық. Бұл премияның рухани жаңғыру бағдарламасының аясындағы бәсекеге қабілеттік қағидатына сай жүзеге асырылып жатыр. Яғни біздің қазіргі таңдағы өңірдегі жастардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату мақсатында дарынды жастар, талантты жастардың осындай жыл бойы үздік жетістікке жетіп, еңбек етіп, өз өңірдің дамуына үлес қосып, яғни әрбір сала бойынша қосқан жастарды бүгін біз осылай марапаттап жатырмыз. Үздіктер 12 аталым бойынша анықталды. 10 жыл ішінде өңіріміз бойынша 550 жас әр саланың үздігі болып танылған. Жыл сайын 100-ден астам өтініш түссе, олардың арасынан үздік жасты анықтау оңай шаруа емес әрине. 12 аталымның ішінде біздің арнаның жаңалықтар бағдарламасының тілшісі Назерке Тоғжан үздік жас журналист аталымына ие болғанын мақтаныш сезіммен айтамыз. Көп аталымның арасынан қандайма іс-шаралардың басы қасында жүрген Ерлік Шамғалиев үздік жас көшбасшы аталымының жеңімпазы атанды. Батыс Қазақстан облысындағы 136 мың жастардың ішінен иеленіп жатырғаныма өте қуаныштымын. Бұл әрине Батыс Қазақстан облысы жастардың арасында көшбасшы болуына бірден-бір себепкер болған. Жас отан жастар қанаты Батыс Қазақстан облыстық филиалымен бірігіп жасаған республикалық деңгейдегі қала берді, облыс деңгейдегі жастардың әлеуетін, жастардың патриоттық сезімін арттыруға, сонымен қатар жастардың қоғамдағы белсенділіктерін арттыру үшін жасалған жұмыстардың еңбегі. Жастардың жарқын істерін көпке насихаттап, бастамаларына қолдау көрсетуге арналған бұл байқау тағы бір мәрте жаңа есімдерді анықтады. Қысқасын айтқанда, жыл үздігі 2018 байқауы талапты да талантты жастың жүрегіне от жақты. Ұлықпан елеу, Тарас Қажымов, Нұртай Батырғали, Ақ Жайық телеарнасы.